Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ әрі нәзік сүзбеден жасалатын рогаликтер әзірлейтін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Бізге керегі сүзбе, қант, бір жұмыртқа, сары май, ұн және де қамыр қопсытқыш. Ең алдымен сүзбемізге қантымызды салып, бір жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып, езіп алатын боламыз. Жақсылап араластырып езіп алғаннан кейін сары майымызды саламыз. Сары майымызды езіп, осылай бір келкі болғанша араластырып алатын боламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды саламыз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Үстіне қамыр қопсытқышымызды және тұзымызды салып, жақсылап араластырып қамыр елетін боламыз. Мен ұнды 2 бөліп салдым. Енді бір келкі қамыр болғанша жақсылап тұрып осылай елеп алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз жұмсақ болып еленді. Енді целлофанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоя тұратын боламыз. Міне қамырымыз тынды біздің. 2-ге бөліп, 2 зуала жасалатын боламыз. Біреуін қойып, екіншісін оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Біздің қамырымыз жұқа болып жайылуы тиіс. Міне біздің қамырымыз дайын. Осындай жұқалықта болса болады. Енді біз бұны пышақтың көмегімен осылай бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын бөліктерге бөліп алғаннан кейін әрбіреуіне осылай 2 сызық қылдырып кесіп алатын боламыз. Одан кейін үстіне бір ас қасық қант сеуіп шығатын боламыз. Қанттың орнына сгущенка салсаңыздар да болады. Мен осылай қант салдым. Қантты жайып шықтым барлығына. Енді осылай рогаликтер жасап шығатын боламыз. Өте сүйкімді болып шығады. Балаларыңыз бірден жеп қоятын болады. Міне екінші зуала қамырымды да осылай жазып алдым. Барлығына бөліктерге бөліп, ішіне қант сеуіп, рогалик қылып орап алдым. Екіншісін өте жұқа қылдырып істедім. Кішкентай рогаликтер болып шықты. Міне біздің рогаликтеріміз дайын. Енді бұны формамызға осылай тізіп шықтым. Қызып тұрған пеште 170 градуста 25-30 минут пісіріп алдым. Біздің рогаликтеріміз пісіп шықты. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан. Ортасы бәрі піседі. Жасап көрсеңіздер болады. Қонақтарыңызға, үйдегілеріңізге ұнайды деген ойдамын. Біздің үйдегілерге ұнады. Бір дегенде бәрін тауысып қойды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса кетсеңіздер. Сіздермен болған мен, Айдана.